Al балалар, елмен қараймыз. Қазір біз тақтаға қарап, мына ребусты шешеміз. Кәнекей қарап, кәнекей ойланамыз, қараймыз, қандай суреттер берілген, қараймыз. Ойланамыз. Қане шешімді қандай бар ма? Абай, бақыт бізді еңбектер. О, керемет, жарайсыңдар. Тамаша. Тіршілік көзі еңбекте деген тақырыптағы сабақ. Hadi aytalım. Benim kelgende еңбек етемін. Yani еңбек ету қажет, иә? Қажет екен, дұрыс айтасың. Отырalım. Sokasına balıklar tutup, balıklar üretken üretkenliğidir. Balıklar üstünce altasını açılan üretir. Yemek dengeleri sonra üretir. Жарайсың. Отырalım. Келесі, енді отырды. Осы мұзды мұхиттың түбінде қысы жазы жайларды теңіз мысығымен тек еңбек достасып кетті. Теңіз мысығы 2 жасқа дейін баласын арқалап өсірді. Дұрыс, өсіреді екен, иә? Сондықтан еңбек оған осыны үйретті. Дұрыс, жақсы. Балалар не істеп жүрсіңдер? Тәтті жүрді. Онда мен сендерге қамыс, қантын өсіруді үйретейін. Еңбектің әлемді шарлауы Африкадағы қарақоңыз, Африкадағы пингвин мен теңіз мысығы, Үндістанның тәтті құмар балалары Дәуіт пен Тына. Енді балалар, мына суреттерге қараймыз. Осы бойынша жаңа біздің мәтіндегі айтқанымыз сияқты, осы мәтіндегі еңбекті әр елмен аралатып, осы мына суреттегі жануарларға өзіміз ертегі класстамыз. Сосын өлең жазамыз. 4 жолды өлең жазамыз. Түсінікті ғой. Бұны бір-бірімізбен жұптасып отырып жасаймыз. Аслан мен Жәнібек, Азамат пенен Ернар, Әли менен Аруна, Дәулетке Al yazarız. After edildi, keldiruге келді. Келдіру 12 метр ұзындыққа 3 метр биіктікке секіруді үйретті. Кеңіруді білесіңе тегінде өмір сүру Австралия елінде баласына қамқорлығын жасайды, қалтасында өсіреді белінде. Жануардың тіршілігі күн бойы саяхатқа сұрағанда бөлімден жауап берді тұсын берді кенгуру. Ағаштан ағашқа секіруді, суда жүзуді үйретті. Коалаға шығарған өлеңім. Өзі маймыл тәрізді аю, қалтасы да бар аю. Шөлдемейді, су ішпейді, ешқашан коала деп аталады болайын.
Suda tırşılık yutuldu, üretti. Ağayuğa ölen. Bikinide ağayu ada tırşılıklı ülken musta muhaydı. Beyim dergen sütvarekti şimdi. İbrik tordağı maymunlarga adamlarga karab tәртті алып жерді үйретті. Хирургlar шығынға ұзын көздері, қағуға қайын қолдарымен өздері адамдармен бірге өмір сүре алар. Естесем білмейді іздерім. Менің де саған бір көмегім болады. Ха-ха-ха, сен кішкентайсың, сен маған не көмегің бар? Айттым ғой, нені кішкентай деп мен сөйледің, менің де саған көмегім болады. Жақсылық жасасаң, өзіне қайтып келеді екен. Енді біз бір сөйлеммен түйіндеу, яғни бүгінгі осы сабақта алған біліміміз